Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 65-ші сабақ әріпі мен дыбысын ары қарай жалғастыратын боламыз. Олай болса балалар, бізге әріпі бар сөздерді берген екен. Сол сөздерді буынға бөліп оқиық. Олай болса бастаймыз. Ән, әнші, әлем, әсем, дәмді, сәнді, тәулік, жәшік. Мінекей балалар, бізде тек бір сөз ғана бір буыннан тұрады, ал қалған сөздердің барлығы екі буыннан тұрады екен, Себебі балалар, екі буыннан тұратын сөздерде бізде екі дауысты дыбыс бар деген сөз, Олай болса балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Балалар, бұл тапсырмада бізде не қалай дыбыстайды деп сұрақ қойған екен, Кәнекей суретке қарайықшы, не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бірінші суретте әтеш тұр, екінші суретте түлкі тұр, Олай болса балалар, қайсысы қалай дыбыстайды? Есімізге түсірейік, дұрыс айтасыздар, әтеш кукарикук дейді, яғни әтеш шақырады. Ал түлкі шәулейді екен балалар. Бұдан былай біліп жүретін боламыз, Олай болса балалар, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Келесі тапсырма. Балалар, бұл тапсырмада бізге шебер әже деген керемет мәтін берген екен, Бұл мәтінді мен сіздерге оқып берейін. Сіздер тыңдап отырыңыздар, Содан кейін үйден бірнеше рет өздеріңіз қайталап оқисыздар. Шебер әжей. Әселдің әжесі текемет басады. Әжей сырмақ жасаудың да шебері. Сондықтан ол кісіні шебер әжей дейді. Балалар, бұл тапсырмада бізде сөйлемдер берілген, Бұл сөйлемдердің орындарын рет-ретімен қойып, біздің мәтінді оқып шығамыз, Әселдің әжесі бар. Әжей текемет басады, сырмақ сырады. Оны шебер әжей дейді деп, сөйлемдерді рет-ретімен қойып, осылай оқып шығамыз. Ал енді балалар, мына тапсырма бізге сызба арқылы сұрақтардың жауабын айт дейді. Балалар, бұл жерде бізде сұрақтар берген, одан кейін сызба берген, Бұл сызбаға қарайтын болсақ, балалар, бұл жерде біздің сөйлемдеріміз бас әріптен басталу керек деген белгі тұр, Себебі мына сызбаның алдында шығып тұрған жаңағы сызықша, мысалы, мына бұл алма деген сөздегі бұл деген әріп, бұл деген сөздің алдындағы Б әріпінің алдында ұзын сызықша тұр, Естеріңізде болса, балалар, біз әліппені алғаш рет бастаған кезде бұл белгілерді өткен болатынбыз, Яғни осындай сызықша тұратын болса, онда ол сөзді біз бас әріптен бастап жазамыз, Одан кейін бізге жәшік берген екен, Жәшіктің ішінде бірнеше алмалар бар екен, Олай болса балалар, осы қойылған сұрақтарға сызба бойынша жауап береміз, Бұл не? Бұл алма. Яғни балалар, бұл не деген сұраққа біз екі сөзден құралатын сөйлем айтуымыз керек, Яғни бұл алма деп жауап бердік. Жәшік нешеу? Жәшік біреу. Яғни бұл сызбада да біз екі сөзден тұратын сөйлем айту керек екенбіз, Ал жәшікте не бар? Жәшікте алма бар. Балалар, жәшікте не бар деген сұраққа біз үш сөзден тұратын сөйлем айту керекпіз, сызба бойынша, Мінекей біз бұл жерде жәшікте алма бар. Яғни үш сөзден тұратын сөйлем айттық, Бірінші сөзіміз жәшікте, екінші сөзіміз алма, үшінші сөзіміз бар. Яғни біз балалар үшінші сұраққа сызба бойынша жауап бердік, Енді төртінші сұрақ, алма қандай? Бұл сұраққа біз екі сөзден тұратын сөйлем айту керекпіз, Алма қызыл.
Ой, жарайсыңдар балалар, бұл сұрақтарға өте керемет жауап бердіңіздер. Олай болса, әжемнің шәлісі бар деген сөйлемді қатесіз көркем түрде дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Әжемнің шәлісі бар деген сөйлем. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.